күні бала почтадан посылканы алады. Посылканың сыртында ешқандай да жазу, мөр, жіберушінің аты жөні, оның мекен-жайы жазылмаған. Бұл посылка кімнен келуі мүмкін деген бала оны тереу аша бастайды. Посылка ішінен ешқандай да жазу наклейкасы жоқ кассетаны көреді. Бұл жай ғана менімен әзілдеген достарым болу керек деп ойлаған ол, оларды үйіне шақыртады. Үйіне келген достарынан кассета туралы тағы да бір сұрайды. Бірақ олар бұл кассетаны біз жібермедік деп ант етеді. Осы кассетаны бірге көрейік деген достар диван алдына жайғаса кетіп, кассетаны қосады. Кассетадан көрген нәрселер оларды бей-жай қалдырмады. Көгілдір экранда пайда болған бейнеде бір түрлі сайық-мазақ пайда болды. Ол қап-қараңғы бөлменің ортасында тұр. Екі қолында қызыл шарик, ал жүзінде адам үрейін келтіретін күлкі тұр. Бір сәтте бір түрлі музыка ойнай бастады. Ал клоун болса, сол бөлменің ішінде билеп бірдектеп, ары-бері қозғалып билей бастады. Оны көріп отырған балдар сайық-мазақты жын ұрғаннан сау деп ойлады. Бірақ сонда да бұл бейне жазба оларға көңілді болып көрінді. Олар айқайлап күле бастады. Бірақ бір сәтте достары баланың дыбыс шығармай отқанын байқайды. Балаға қараса, беті аппақ болып кеткен, ал аузы қорқыныштан қатты ашылып, көзі бақырайып тұр. Достары ол балаға: «Ей, не болды саған? Не болып қалды? Күлкілі емес пе? Неге күлмей отырсың?» деген достарына бала: «Мынау менің бөлмем, мынау менің бөлмем».